шопыр мәке. Барлықтарыңа сәлем достар, сәлем бірге. Бұл мен Бомжик Шелдіжен достар. Бүгін біз Бомжик Шелдідің 3-ші бөлімін басайын деп отырмыз достар. Біз алдыңғы бөлімде не істеген болатынбыз? Мен алдыңғы бөлімде Гопник деген өте керемет дейді досыммен танысқан болатынмын. Және де мен үйде ұйықтап қалдым, шаршап жүріп. Ал ол болса түнімен бір жерде жүрді, қайда екенін білмеймін. Мен қазір далаға шығып суға түсіп алайын, бет-қолымды жуып суға түсіп алайын, сосын барып уже көшеге шығып бастайтын болғанбыз. Шелді дейді, алыстан біреудің дауысы шығып жатыр. Кімнің дауысы? Гопник қой мынау. О, Гопник, ей, сен қашан келдің? Ё-майо. Қолында ақшасы бар екен, қайдан ал? Мынаны қарай. Достар, прикиньте, Гопник, сен банк тонаған жоқсың ба осы жайдан жай? Қайдан алып келдің ақшаның бәрін? Қайдан алып бутылка... молодец, Гопник, красавчик, друг. Ёна, түнімен бутылка жинап байып кеткен ғой достар, яды сөйткен. Тағы да ақшаларым болса бершейші маған. Тағы да ақшаларым болса бүкілін бер маған, берсей, қалмасын. Достар, қараңдар. Парасата. Все, жетет. Все, Гопник, жүр кеттік, жүр, Гопник. Короче, Гопник, білесің ме, не істеу керек онда? Бізде ақыры ақша бар, Біз қазір барып, анау бір этажный үйлерден бір үйді квартираға алу керек бізге. Біз өйткені какой-то бір жаман үлкен үй алайық. Үлкен үй аламыз. Давай питик бір үйді алайық, типа екінші этажынан үй алайық, бір бөлмесінде сен тұрасың, бір бөлмесінде мен тұрам. Давай сөйтіп бір үйді арендовать етейік. Әйтпесе мынау батпақта тұрып, жүр онда тез барайық. Қазір күте тұр, тоқта, мына жерлерді жауып кету керек қой, сындырып, ана отты жауып, сөйтіп кету керек. Әйтпесе тағы өртеніп кетсе, сосын полицейскийлер тағы да түрмеге отырғызып бәле болады, короче. Так, мына жерлерді жауып кетейік, все. Мынаны жауып кет, есігін жауып кете сал мыналардың. Ешкім білмесін мына жерде біз тұрғанымызды, есікке бірдеңе оқып келеміз ғой. Білмеймін, мал бағамыз ба бұл жерге, кейін көреміз ал. Терезесін жаптың ба? Все, болды, кеттік. Все, ешкім білмейді, все, кеттік біз. Все, давай, менің қайран үйім. Мен деген бұл жерде деген қанша күн тұрдым. Давай, үйім. Сені жақсы көремін, короче. Сөйтіп кеттік. Мына жердегі ата қайда кетіп қалған, Мына жерде ата болып жұмыс істеп еді ғой. Ой, заттан тастап кетті ғой ата. Мынаны қараңдар достар. Гопник, бай дейсің ғой, анда бір 20 теңге алып қойды, алып келейін. Гопник сен деген, кәдімгідей, точно сен банк тонаған жоқсың ба, Гопник? Ей, Гопник! Бой достар, сен точно банк тонаған жоқсың ба? Сен банк тонаған адамға ұқсайсың ғой. Сен жесткийсің ғой, брат сен, бой, красавчик, осындай досың болғанына Құдайға шүкір. Все, біз енді бутылка жинамаймыз, өзім красавчик. Саламатсыз ба, апай, саламатсыз ба, сәлеметсіздер, қош келдіңіздер дейді. Қош көрдік, кірсей, Гопник, досың кірсей, жауып қой. Апай, бізге осы үйден екінші этажын қарап келейін. Екі үй бар екен. Как раз, сол екінші этаждан екі үй қанша болады сіздерге бір аптаға, например, бір апта қанша теңгеден болады сіздерде? Ұнап қалған жоқ па саған осы? Сен ұнап қалған сияқты ғой, жаман көзбен қарадым ғой. Бір аптаға 10 теңге дейді. 10 теңге? Жігіті бар ма екен? Қазір сосын сұрап аламыз, ақырына үйде тұрамыз ғой. 100 ба? Бәсе, мен ол қайдағы 10 теңге деп ойлап қоям. Жігіттің туралы кейін сұраймыз, короче, бірінші үйді алып алайық, сол сөйлесем. Апай, онда біз екеуміз, Гопник, мына төбедегі үйге тұрсын, бір үй. Мен мына үйге тұрайын. Номерлерін айтып жіберіңіз, біз қазір ақшасын төлейміз. Так, значит, мен сізге 200 теңге беруім керек, Так, міне 20 теңге, 40 теңге, 60 теңге, 80 теңге, 100 теңге, 120, 140, 160, 180, 200. Все. Бір аптаға Гопник екеумізге. Сіздердікі 20 және 21 нөмірлі үй. Все, апай, болды, рахмет, сізге үлкен рахмет. Біз үйімізге барып жайғаса берейік. Осы күні, келесі аптаның осы күні біз сізге ақшаңызды қайтан төлейтін боламыз. Все, кеттік. Все, көзім еткен әдемі дейді. Нұрлан, сен кәдімгідей жақсы көріп қалдың ба не? Нұрлан, сен Нұрлансың. Нұрлан, жүр кеттік, сен үйіңді көрейік. Бой, үйің күшті ғой, Нұрлан, сенің. Үйіңді қарасай сенің. Бой, мына үйде мен тұрам, Нұрлан, мына үйде мен тұрам. Все, мына үйде мен тұрам, ұйықтаймын көз. Бой, қараңдар, терезесінен. Сулифа дейді.
Ну, давай, Сулифа. Давай, Сулифа. Давай, кеттік. Дайынсың ба? Я дейді. Все, кеттік. Дайындалып тұр. Бір, Сулифа. Қағаз, все. Сен ана үйде тұрасың. Все, мен ана үйде тұрам. Давай, удачи. Терезесінен доса қараңдар. Терезесінен деген көрініс өте керемет доса қалаға. Өте керемет мына жерде компьютер бар екен. Компьютерден ұйықта қалды ма уже? Қорылдап жатыр ғой Нұрлан. Просто. Нұрлан уже ұйықта қалған, прикиньте. Компьютерден Майнкрафт ойнайын енді, құдай қаласа. Холодильник бар екен, холодильниктерден доширак салып қояйын. Гопник! Нұрлан! Нұрлан, қайдасың? Нұрлан далаға кетіп қалған ба не уже? Нұрлан, мұнда келсей. Далада не істеп жүрсің? Нұрлан, сенде доширактар бар еді ғой, холодильникке салып қой. Ана жақта қазір не болады? Дейін. Тағы жаман болып келеді. Нұрлан, қайдасың? Нұрлан, мұнда кел. Жүр кеттік. Нұрлан, сенде не доширактар бар еді ғой, соны холодильникке салып қой, жүр кеттік. Апай. Қарама, жүр. Прямой үйге. Прямой. Нұрлан деген ана апайға ғашық болып болған сияқты ғой. Нұрлан, тамақтарың болса холодильникке салып қойшы, тез ашып береді әйтсе. Сосын ақшаларың болса сундукқа салып қой, өйткені бізге ақшалар маңызды. Ақшамызды ұрламау керек ешкім бізде. Ақшаны холодильникке салған шынды ма? Ақшаны сундукқа саласың. Холодильникке анау заттар сала бермеші, не анау? Болмайтын зат салып холодильникке. Все, холодильник жауып қой. Ойланып қалдым ғой дейді. Апайды бір күн сындырып алсын. Үйленіп кетсеңдер, үй кәдімгідей сенікі болайын деп тұр ғой да. Все, достар, ендеше осы видео ұнаса сіздер әрине лайк қосуды ұмытпаңыздар. Бомжик Шелзидің 4-ші бөлімін күтсеңіздер, әрине